Selam dostlar, sizlerмен бүгін біз Алия, Юрий. және біздің жаңа видеоға қош келдіңіздер. Біздің арнада осы көп болды, уже бізде челлендж болмай кетіпті, және де сіздер де күтіп қалыпсыздар. Сол себептен бүгінгі видеомыз біздің челлендж. Бұл челлендж бізде өздеріңізде осы қазір магазинге барғанда көретін боласыздар. Бір әріп таңдап, біз Мерей екеуміз сол бір әріпке байланысты біз бүгін тамақтанатын боламыз. Ол әріпті қазір таңдамайтын боламыз. Бірінші қазір магазинге барып аламыз, сол магазиннің ішінде таңдаймыз. Қандай әріпті таңдаймыз, сол әріпке бүгінгі күніміз өтеді, бүгінгі заттарымыздың барлығын сол әріп бойынша аламыз. Сіздерге видео қызық болатынына сенімдіміз, сол себептен видеоны соңына дейін көріңіздер, қандай әріп болатынын көріңіздер, және де біздің арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше видеомызды жалғастырайық, соңына дейін көріңіздер, ал біз болсақ магазинге кеттік. Біз қазір магазинге келіп, енді таңдайтын боламыз, қандай әріппен заттарымызды алатынымызды. Менде қазір қолымда алфавит тұр. Бұл бізде орысша алфавит, және де біз қазір біреуін таңдап, сол әріппен тамақтанатын боламыз. Стоп. Бұ ма? Я, бұға сияқты. Бұға түсті. Біз қазір енді бұдағы заттарды аламыз. Яла болады. Банан. Ал давайте бұға зат іздейміз бірге. Бұл әріпіне біз ең бірінші тапқан зат ол барни, әрине де есімізге сразу барни түсті. Сондықтан да қазір осындай екі барни алатын боламыз. Мерей екеумізде шоколадный дәммен қалыпты. Осыны аламыз. Бұл әріпіне келесі біз биосты таптық. Осындай айран, өте тәтті, любимый. И бұл бізде клубника дәммен осыны алатын боламыз. Оказывается, бұға заттар көп екен. Біз қазір тағы да бір-екі заттарды көруге аралап жүрміз. Жеміс-жидектер. Бұл жақта бізде керегі бұл әріпіне әрине де банан. Қазір енді біз сусындарға келдік. Және де бұдан бізде биоза деген су бар екен, ойбай қысылып қалған. Осындай березка деген сусын. Қазір осыны алатын боламыз. Біз мұнда бұға заттар іздеп жүрсек, мұнда әбәдемі багет деген осындай, фокус олмай қалды. Бұға осындай багеттер бар екен. Қараңыздар, мынандайдың дәмін көрмедік. Кажется, біз томат түрімен и сырный түрімен новыйдан шыққан вроде клиенттің. Сол себепті алайық енді новый осы багет деген томат түрімен корзинкамызға саламыз. Біздің келесі затымыз ол бискрим. Осындай екі түрі бар екен. Біреуі черный, біреуі ашық. Және де біз мынау ашық түсін ала беретін боламыз. Нешін шан-шан сүртіп қоймай ма дей саламыз. Бұл әріпіне біз бонпари таптық. Именно осындай маринад түрін алғымыз келіп тұр. Осы бонпариді алатын боламыз. Ал біз магазиннен келдік. Қараңыздар қандай үлкен покупка жасадық. Ішінде біз Мерей таңдаған бұл әріпіне байланысты заттар болды. Өздеріңізде көрдіңіздер. Қазір енді сіздерге сол заттарға кішігірім анпакинг, распаковка, обзор көрсетіп кететін боламыз. Кішкене су болып тұр, дала жаңбыр болып тұр бізде, потому что қазір енді сіздерге заттарымызды көрсетейік. Ең бірінші бізде березка деген сусын. Келесі бізде биосы, любимый айран біздің. Осындай бізде бонпари, ол бізде мармелаттар. Багет, осындарын көріп тұр. Біздің ұнататын барниларымыз, шоколадтармен. Банандар, әрине де бұл әріпі түскеннен кейін обязательно фруктыдан банан алу керек қой. Және де бізде соңғы затымыз осындай бискрим. И все, бізде басқа бітті. Осындай моментті сағым қалыптық. Камераның алдында заттар жейміз, тамақ жейміз, және де қанымызды толтырамыз. Осындай видеолардың ең күшті жеріне келді. Қазір барлығын дәмдерін көретін кез и баға беріп отырамыз. Все, давайте бастаймыз. Бірінші, давайте барнидан бастайық. Давай, барни. Сүйікті барниларымыз. Бізде барни шоколадымен банан қылау керек еді бұны да. Да, банан болмады. Өзі башын қойдым. Күшті. Ішіндегі шоколад прям қатты етін. Ішімен ез кішкене ауыр жүрмін. Маған ез шоколад болмай тамағыма. Көші берем десе. Шөліп қалсын. Все, мен біттім. И менің беретін бағам 10-нан 10 балл. Мен де 10-10 балл берем. Давайте келесі затты таңдайық. Давай суши берейік, шөлдеп тұрмын, потому что бізде береза суы бар и биосы бар. Бұл бізде айран. Айранды потомға қалдыра тұратын боламыз. Қазір біз мынаны сусында ішетін боламыз, бірақ та бізге бірінші стакан керек, кружка керек. Шөлдеп кетті. Ішім тұр.
Hazır bize stakan keledi. Bir neçe sekund kutemiz. Давайте bir keledi kız. 1 2 Jenzi 2,5. Спасибо. Qancha olib kelib berdi bizga. Hozir endi quyib oladigan bo'lamiz. Bizga svet bilan problema bo'lib жатыр. Hazır muze sutda ishga qo'rqib qoldik. Tamoq og'rigan degan masxara narsaga tiyinchi Navruzda o'zlar vaqtida ko'rdingizlar. So'giz avjatgan bo'ladim. Sodan keyin men bitdim bilasizlarmi? Sol жақта даже sushi kirgan кезде gradus примерно 40 tay bo'ldi. Kelasi жетimiz zatimiz bizning aslında bagetimiz. Aslında jetim olamiz. Негізі бізде екіншіден болған сегмент бірақ именно томатты көргіміз кетті. Бас көреміз. Үйсің қойғыш? Қатты. Бұл типа бізде кирешки ма, сондай? Дәмі қызыл екен. Кәдімгі нандар ұқсайды, Қараңыздар. Қатты приправа жасапты, солар күшті екен. Тура дәмінде томаттың дәмі бар. Так, жаңағы багетке беретін бағам 10-нан 7 или 8. 7 берем, я. Мен 10-нан 7 балын берем, немесе 6 даже, потому что дәмі былай особо қатынаған жоқ. Ал давай келесі қазір әлеғатын айтын болады, не жетімізді. Бір тәтті зат жейік, осындай крем жеп көрейік. Какао жеп тұр. Үшінде енді көп. А еще сіздерге бір күшті жаңалық айтып кететін боламыз. Қазір біз оны негізі Инстаграмға айтқан болатынбыз, ютубқа айтқан жоқпыз. Бізде Ханзада жаңа канал ашқан болатын. Поздравляем. Вот осындай печенькалар. Қазір енді жейтін боламыз. Ішіне шоколад күшті. Өте аз. Бізде светтер өзгерді, себебі анау свет какой-то бір странный. Істемей қалды, я бізде. Короче, проблема болып кетті светпен, так что бұл видеода не обращайте внимание светімізге. Пока енді осылай келесі видеода жақсылап түсіретін боламыз. Ал давайте біз бағана мынау нәрсемен тоқтаған болатынбыз. Дәмін қалып қайтып ішеміз. Басқа проблема шешіп кеттік қой. Қараңыздар, шу өте тонкий. Өте тәтті, біреуін жеген өзінде аузым жоқ. Еще тағы да не өзгеріс байқап тұрсыздар бізде. Менің шашымнан басқа. Бізде неме қойын, әлиядан. Келесі бізде ол осындай. Бізде бұл мармеладки. Бұның пари мармеладын тауып алдық. Бұдан басылғаннан кейін алдық. Біз енді соны жейміз. Ай, посмотрите, какие милые. Бізде бұл машина ма? Машина болды. Басқа түрін таппадық, только машина деген мармеладтың дәмдері қалды. Негізі қазір бізде көп өзгерістер болып жатыр. Болды. Менің тиктогымнан да сіздер қанша подписчик болғанын 23 мың болды. Керемет. Сіздер тоже жазып қойдыңыздар. 50 мыңға жеткізейік бірге. Сосын 50 мың подписчик болады. Мен пока білмеймін үшін тикток аккаунт жүргізуге желание болмай жүр. Әмдері әртүрлі екен. Мынаның дәмі ерекше екен, бәрінен. Анау шерін дәмі ұқсайды да бір-біріне. Сарының дәмі ерекше. Оранжевый дәмі басқаша ғой. Білесіздер ме? Осы апта оқимыз. Келесі апта уже демаламыз. Біздің өте ұзақ 390-ымызда бітеді. Менде бірақ Наурыз ұбыты келе жатыр уже. Өткенде ана қаңтар ұбытысын тапсырып, ура деп жатыр едім. Енді келесі НТға да келіп жеттік. Әлияның ұбытысы мақұл енді. Біз деген 5 жылда бір рет келетін нәрсеге түсіп қалдық. 9-шы класс болып. Сонымен мектепте аттестация өткен болатынбыз. Өте күшті болып еттік. Жақсы болмен өттік. Все, я мармеладты жеп болдық. Так, мармеладқа беретін бағамыз, ну, нормально 10 береміз. Бізде енді қалды, ол бұға банандар и биос қалған болатын. Екеуі де прямандай пайдалы десек те болады енді. Так, давай бірінші бананнан бастайық. Сіздерге келесі видеоға спойлер айтайын. Егер де сіздер мынандай видео қалсаңыздар, банан в шоколаде, клубника в шоколаде әлекеміздің көкен қылып жасағанымызды қалсаңыздар, обязательно комментарияға давайте соны түсіріңіздер деп жазыңыздар. Егер де көп адам жасаса, біз соны түсіретін боламыз. Және өздеріңіздің сұрақтарыңызды жазып кетіңіздер, қандай сұрақтар қызықтырады сіздерді жасап отырып,
сол сұрақтарға жауап беріп отыратын боламыз. Өздеріңіз білесіздер, алдыңғы уже біздің рубрика болып кетті, ол кукинг плюс сұрақ жауап. Алдыңғы видеоларда тоже солай жасаған болатынбыз. И енді осы жол тағы да бір күшті идея келді кукингке. Сол Мерей айтқан, егер ондай видео қаласаңыздар, онда міндетті түрде лайктарыңыз бен комментарияларыңызды жазып кетіңіздер. Қазіргі кезде клубника в шоколаде, банан в шоколаде деген өте танымал. Әсіресе 8 наурыз күні просто вот барлық адам сол клубника в шоколаде туралы айтып кеткен болатын. Банан мен шоколад кайф. Сонымен қатар біздің Instagram парақшамызда тіркеліп кетіңіздер, потому что біз сұрақ-жауапты сол Instagram арқылы жасайтын боламыз. Instagramға сұрақтарыңызды қалдырып кететін боласыздар, и сол жақтағы сұрақтарға біз YouTube-та жауап береміз. Біздің почти өміріміздің жартысын сол Instagramға көрсетіп, қайқа барамыз, қайқа қыдырамыз, бәрін сол жаққа салып отырамыз негізі. Мысалы, мен кеше күшті қылып қыдырып келген болатынмын. Но оны сіздер YouTube-тан көре алмайсыздар. Себебі мен оған влог түсірген жоқпын, но Instagram'дан полный барлығын қалай болғанын, қызықты кездерін барлығын салдым. Сол себептен сіздер обязательно көріп кетіңіздер. Все, бананды да жеп болдық. Енді тағы бір рет суымызды ішерейік. Осы демалыста, 7 күндік демалыста біз 7 түрлі видео түсіре аламыз деп сіздерге айтпақ қойып. Біз үйтпейміз все-таки. Бірақтан сіздер көп видео жазып кетіңіздер, 5-6 қылып, сол жақтан біз түсіретін боламыз обязательно. Все, бананды жеп болды. Бананға әрине де беретін бағамыз 100-дің 100-і. Енді келесі бізде осыны прям кішкентай кезімізден бастап жақсы көретініміз тәтті ғой. Осы шайқап аламыз. Шайқ. Енді ал дәмін көрейік. Как всегда күшті. Бананды батырып жеу керек. Менің мынау шашымды кейбіреулері TikTok'та хейт етіп жатыр. Жасап жатырмын да сіздерге ше, контент. Адамдар шашып бітіріпті, жараспайды дейді ғой. Бірақ көбісі жарасады, күшті болып тұр, өзіне ұнаса болды емес пе жазып жатыр. Рахмет сіздерге. TikTok'та көретін оқырмандарым негізі жарысы даже полный осы YouTube'қа тіркелген. Көбісі Мерей YouTube'та бар, блогерша деп жазып жатады. Короче, бітті менде. Мені де TikTok'ыма біраздан тіркеліп жатыр, ішінде видео болмаса да. Прикиньте, уже 600 ба, сондай подписчик жинамаған ғой. Биосында іш болдық. Оннан 100 балл, 10 балл береміз. Осымен біздің видео аяқталды. Сіздерге бұл видео ұнады деген ойдамыз. Ұнаса лайктарыңызды басып, өз пікірлеріңізді комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің келешекте күшті видеоларымызды көру үшін арнамызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бұл челлендж ұнады деген ойдамыз. Челленджді естіп арасында түсіріп тұратын боламыз. Сіздердің қалауларыңыз бойынша комментарияға жаза кетіңіздер, тағы да қандай челленджерді түсірейік, және де қандай видеоларды арнамыздан көргілеріңіз келеді. Комментарияның астына менің шашым қалай болып тұр, соны жазып кетіңіздер. Мен бұл шашпен Instagram, TikTok бәріне түстім. Тек қана осы YouTube қана қалған болатын, сол себептен YouTube-қа да осындай шаш үлгісін жасаған болатынмын. Ендеше сіздермен бірге болған біздер, Мерей. Келесі видео жолыққанша. Пока-пока.